Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бүгін жасалу жолы өте оңай, құрамына көп затты қажет етпейтін өте дамды салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге бұл жерде қажет болады үй жағдайында қуырылған фриіміз, және де майонез, тауықтың бір сан еті, 4 дана жұмыртқамыз, және де 1 дана тұздалған қиярымыз қажет болады. Біз салатты ең алдымен жұмыртқамыздың сарысынан ажыратып алатын боламыз. Бізге сарысының мүлде қажеті жоқ. Сарысынан ажыратылған жұмыртқамызды текшелеп, яғни ұзыншалап турап алатын боламыз. Ендігі кезекте тұздалған қиярымызды да дәл видеодағыдай текшелеп, яғни соломка ұзыншалап турап алатын боламыз. Дәл осылай тауық етінде сүйегінен ажыратып, оны да соломка етіп, яғни текшелеп турап алатын боламыз. Мінекей достар, барлығын да турап дайындап алдық. Енді кезекте осы қоспаларымызды барлығын ыдысымызға рет-ретімен салып, үстіне майонезімізді салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Дәл видеодағыдай араластырып, салаттарыңызды жақсылап, тарелкамызға салып, столдарыңызға, отбасыңызға ұсынсаңыздар болады. Қонақтарға келгенде де жасасаңыздар өте дамды салаттың бір түрі. Достар, мінекей менің салатым дайын, оңай әрі жеңіл салатым дайын. Достар, каналға жазылып, лайк, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде менің де каналымды қолдап, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Сіздермен болған мөлдір, сау саламат болыңыздар.